Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көп салалы колледжі. Оқытудың түрі қашықтықтан оқыту. Пән атауы кәсіби қазақ тілі, оқытушы Жақсыбекова Рымтай Тілеуқабыловна. Сабағымыздың тақырыбы кәсіби сөздер мен терминдер. Сабағымыздың мақсаты тіліміздегі жаңа сөздердің қорын толықтыру, сондай-ақ әртүрлі саладағы термин сөздердің жазылу ерекшеліктеріне назар аудару. Кәсіби сөздер мен терминдердің негізгі тілдік сипаты үш түрге бөлінеді. Яғни кәсіби тіл, жаңа сөздер, кәсіби сөздер және терминдер. Жаңа сөздер бүгінгі тілдік лингвистиканың дамуына байланысты біздің лексикалық қорымыз әр уақытта толықтырылып тұрады. Мысалы, сіздердің алдарыңызда, назарларыңызда көрініп тұрғандай, ғарыш, әнұран, зейнетақы, ұжым, нарық сөздері қалыптасқан сөздер болса, бұрын біз оларды пенсия, коллектив, рыночный экономика деп айтып кеттік, ал етене жақын сөздер ғаламтор, сайт, ұялы телефон, өркениет, мәртебе, бұл сөздер бүгінгі таңда біздің лексикалық қорымызға еніп, жаттығып, тілімізде жаттығып кетті, бұл сөздердің барлығы. Келесі сабағымыз екінші бөлігі терминдер. Бұл терминдер, бұлай өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, термин сөздер. Бүгінгі жаһандану заманында ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын арнаулы сөздерді біз, яғни терминдер деп атаймыз. Мысалы, атом, оптика, бұл физика ғылымының терминдері, ал фонетика, лексика, синтаксис, морфология бұл тіл білімі ғылымының терминдер деп аталады. Ал сіздерге таныс сөздер, мысалы, дербес компьютер, тінтуір, пернетақта, бағдарлама, бұлар яғни бағдарламашы информатика пәндеріне негізделген терминдер деп аталады. Міне сіздердің назарларыңызда терминдер берілген. Үш тілде: орысша, қазақша және ағылшын тілінде. Бұл терминдерді сабағымыздың мақсатында айтылып кеткендей, біз үш тілде әр уақытта нақты назарда ұстауымыз керек. Бұл орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде тілдеріңіз жаттықты түрде жаттығып, осылай үйреніп отыруларыңыз керек. Келесі кәсіби сөздер. Кәсіби сөздер, жалпы кәсіби сөздерді бұл тек қана біздің қоғамымызда ғылым тілін жетік меңгерген азаматтар ғана өмір сүрмейді, сонымен қатар бізде өзінің кәсібін білетін мамандар да бар, кәсіпкерлер бар. Мысалы, бақташылар, етікшілер, зергерлер, яғни кәсіпкер, осы кәсіптің маңында шоғырланған сөздерді кәсіби сөздер дейді екенбіз. Кәсіби сөздер ол өндірістік мәніне қарай екі үлкен салаға бөлінеді. Бірінші жалпы қалыптасқан сөздер, онан кейін белгілі мамандыққа байланысты сөздер. Яғни бұл жерде біз жалпы қалыптасқан сөздерді латын негізді жаңа қазақ әліпбиіне сіздердің көз дағдыларыңыз, қол дағдыларыңыз машықталсын деп үш бағытта жазуды жөн көрдік. Міне қарап отырсаңыздар, міне қазақ және қазақ, латын негізі жаңа қазақ жазуымен жазылған сөздер. Сосын сіздердің мамандықтарыңызға байланысты оқыңыздар сөздеріңіз. Не көріп тұрсыздар мамандықтарыңызға байланысты? Есептеуіш, техника, сосын аудармасы бар, сосын латын негізі жаңа қазақ жазуы түрінде жазылған сөздер. Енді сіздердің таңдаған мамандықтарыңыз қалай? Жалпы мамандықтарыңыз қалай сіздердің? Ануар, мамандықтарыңыз қалай аталады? Бағдарламашылар, термин сөздер берілген. Сіздердің мамандықтарыңа қатысты термин сөздер берілген. Термин сөздер орыс тілінде және қазақ тілінде берілген. Осы сіздердің енді мақсаттарыңыз, осыны ағылшын тілінде аудармасын жазасыздар. Және жүйелі түрде үй тапсырмасы берілді сіздерге. Үй тапсырмасы 7 бөліктен тұрады. 7-ші бөлікте, мысалы, компьютер жөнінде өз білгендеріңізді және сурет бойынша термин сөздерді кірістіріп, аудармасын жазып, осы суреттерді пайдалана отырып, не істейсіздер? Мәтін
құрастырасыздар. Жалпы сабағымыздың бүгінгі мақсаты да, мазмұндық сипаты да қысқаша осы: кәсіби сөздер, терминдер, соларды меңгеру, анықтау, пысықтау. Назарларыңа рахмет.